Ашу алдындағы аз ғана сабыр мыңдаған өкініштің алдын алады. Сен айтылмаған сөзіңнің қожайыны, ал айтылған сөзіңнің құлысың. Менің ең бақытты күнім күнә істерге жол бермеген күндерім. Айналаңдағылардың саған тыныш отыра тұр деген сөздерін айтпай тұрып, өзің біліп сенен әңгіме айтуыңды өтінбейінше тыныш отырғаның абзал. Сөйлеуді үйреткен анаңа сөйлеп үйренген ауыр сөздеріңді айтудан сақ бол. Ең жақсы байлық өзгелерде бар нәрселерге қызықпау. Жақсы әйелден артық нығмет жоқ. Соңында не боларын ойлаған адамнан жақсы батыр шықпайды. Адамның бағасы оның ұмтылыстары мен мақсаттарына байланысты. Бауырыңа қандай көмек керек екенін білсең, оның өзі сұрағанын күтпей көмектес. Ақмақтардан аулақ жүргенің жақсылармен бір жүргенге тең. Босқа уақыт өткізуден және көп сөйлеуден қашқан адаммен достасуға тырыс, себебі оған үлкен даналық дарыған. Адамдар өздеріне беймәлім нәрселерге дұшпандықпен қарайды. Сөздерің күміске тең болса да, үнсіздік сақтау алтынға тең. Сақтаған сырың сенің көрінісің, ал оны өзгелерге айтсаң, сен оның құлы боласың. Жүрегің көр болса, көздеріңнен пайда таппайсың. Сымбатты адамдар әрдайым жақсы бола бермеуі мүмкін, ал жақсы адамдар әрдайым сұлу болады. Алла сені азат қылып жаратқанда, басқаларға құл болма. Ең мықты адам өз нәпсісін жеңген адам. Әртүрлі қиындықтарды көрдім, бірақ адамдарға күнін қарағаны ең жаманы. Ұзақ армандар ақыретті ұмыттырады, нәпсінің жетегіне еріп ұйқыға кету адамды хақтан адастырады. Ең ауыр күнә егесі елемейтін күнә. 1000 рет жапа шексең де, 1 ретте залымдық көрсетпе. Дұшпаныңды жеңудің ең оңай жолы оны дос тұту. Ақылдылардың сөздері қысқа және шынайы болады. Аз бергеніңе ұялма, ештеңе бермеген одан да жаман. Кешіре тұра өкінбе, жазалай тұра қуанба. Мәселелер мен ауыртпалықтар жүрегіңізді уайымға салмасын, себебі жарқыраған жұлдыздар қараңғы түндерде нұрлана түседі. Жалғыз қалғанда күнә істерден сақ бол, өйткені оған үйреніп қалу ең үлкен бейшаралық. Шешім қабылдай алмайтын адам өздігінен айырылады. Білім ақшадан артық,
Өйткені ақшаны сен күзетесің, ал білім сені қорғайды. Жаман адам өзгелер жайлы жақсы сөз айта алмайды. Ыңғайсыз жағдайға сабырлық танытпау одан да үлкен қолайсыздық тудырады.